Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы зымыран қай жерден ұшырылады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары туралы әңгімелейміз және адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын түсінесіңдер. Ғарышкерлер туралы айтулы ақпараттарды анықтайсыңдар, көмекші сөздерді пайдаланып, адам ғарышты не үшін пайдаланатыны туралы жинақтап жазасыңдар. Балалар, өздерің ойланып көрейікші, ғарыштың адам өміріндегі маңызы қандай? Қандай ұшу аппаратымен ғарышқа ұшуға болады? Әрине, зымыран. Осы зымыран қай жерден ұшырылады? Балалар, зымыран біздің Қазақстан аумағында орналасқан Байқоңыр жерінен ұшырылады. Байқоңыр Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан ғарыш айлағы болып табылады. Байқоңыр 60 жыл бойы ғарышқа зымырандардың ұшуын қамтамасыз етіп келе жатқан ғарыш айлақ. Ғарыш айлақтың орны кездейсоқ таңдалған жоқ. Сол аймақтың ауа райы зымырандарды ұшыруға қолайлы. Ашық күндердің көптігі, жауын-шашындардың ең аз мөлшері, қысқа және қары аз қыс зымырандардың ұшуына қолайлы болды. Қазіргі Байқоңыр арнайы құрылғылармен жабдықталған ұшыру алаңдарынан, жөндеу техникалық кешендерінен, сондай-ақ әуежайлар мен тұрғын үйлерден тұратын ірі техникалық кешен болып табылады. Балалар, осы Байқоңыр ғарыш айлағында нелер орналасқан, сонымен толығырақ танысып өтейік. Біріншіден, кез келген ұшақты қабылдай алатын екі әуежай бар. Және осында жұмыс істейтін мамандар тұратын қалашық, зымыранның ұшуын және ғарышкерлердің жай-күйін бақылайтын командалық өлшеу кешені, зымырандарды құрастыратын және сынақтан өткізетін техникалық кешен бар. Зымыранның жанармайына қосатын компоненттерді өндіретін оттек азот зауыты және ғарыш зымыранын қабылдауға арналған қону кешені. Зымырандар ұшу алаңынан ұшырылады. Әр зымыранның түріне сәйкес өз алаңдары бар. Балалар, осы Байқоңыр ғарыш айлағынан өзіміздің отандастарымыз да ғарышқа ұшырылды. Сол ғарышкерлер туралы қысқаша бейнежазбадан мағлұмат алайық. Алан, қайда дайындалып жатырсың? Ертең ұлттық кітапханада кездесу болады. Соған дайындалып жатырмын. Қандай кездесу? Еліміздің 3-ші ғарышкері Айдын Айымбетовпен кездесу болады. Менің ғарышкер ағамызға қоятын сұрағым да бар. Тамаша, бұл кездесуге барлық оқушы бара ма? Арнайы шақырту алған оқушылар ғана барады. Бірақ Дана, сен мұңайма. Келген соң саған бәрін айтып беремін. Жарайды, Алан. Сен 3-ші ғарышкер дедің. Сонда алдыңғы ғарышкерлер кімдер? Қазақстандағы тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров. Ол ғарышқа 1991 жылы ұшып, өзге ғарышкерлермен бірге түрлі зерттеу және сынақ жұмыстарын жүргізді. Ғажап! 2-ші ғарышкеріміз Талғат Мұсабаев. Ол туралы ақпаратты интернеттен алдым. Ол 1994 жылы ғарышқа ұшқан және онда 126 күн болған. Ал 1998 жылы 2-ші рет ұшқанда 208 күн бойы ғарышта болып, ерекше ерлік көрсеткен. Қандай қызық, ғарышта адам жерді сағынатын шығар? Әрине, жерде ғарышкерлерді отбасы мен туыстары, достары күтеді. Ал 3-ші ғарышкеріміз туралы не білесің? Айдын Айымбетов әлемнің 545-ші ғарышкері. Ол ғарышқа 2015 жылы ұшып, жерге аман-есен оралды. Рахмет, Алан. Мен ғарышкерлеріміз туралы көп мәлімет алдым. Ғарышкерлер нағыз батырлар. Балалар, бейнежазбадан алған ақпараттарыңды еске түсіре отырып, мына бір тапсырманы орындаймыз. Ғарышкерлерге байланысты ақпараттарды сәйкестендіріп жазамыз. Бұл жерде әрбір ғарышкер туралы жазған ақпараттарыңа 1 балдан беріледі.
Балалар, жазған ақпараттарыңды қарай отырып, мына дұрыс жауаппен тексеріп аламыз. Келесі тапсырмамыз: ғарыш адамға қалай қызмет етеді? Адам ғарышты не үшін пайдаланады? Осы сұрақтарды көмекші сөздерді пайдаланып жауаптарын жазасыңдар. Көмекші сөздер: ауа райы, басқа ғаламшарлар, телебағдарламалар, ғылыми тәжірибе, радио байланыс, жұлдыздар, ай, күн. Ғарыштың адамға қызмет туралы жазасыңдар. Көмекші сөздерді пайдаланып берілген сөйлемдерді толықтырасыңдар. Балалар, осы дескриптор арқылы сендерге балл қойылады. Оқу тапсырмасы: егер мен ғарышкер болсам, қандай эксперименттер жасар едім? Осы сұрақты өздеріңе қоя отырып, зерттеу жоспарын құрыңдар. Осы берілген тапсырманы күнделік кезет арқылы жіберіңдер, мен сол жерден тексеріп бағалаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.